Сәлем достар. Бүгін менің каналымда өте прям қызықты бір қазіргі таңда тренд болып жатқан видеоны түсіретін боламын. Яғни салмақпен боянатын боламын. Весыды алып, короче, осымен боянатын боламын. Для обложка. Короче, енді айтайын дегенім, осы видеомыз ауырмай сырқамай аяғына бітіріп алды, Аллам нәсіп етсін. Ендеше біз бастаймыз. Кеттік. Мне 0-0 болып тұр. Так, мына. О, облом. Болды әдем. Енді мен осы сан кремді, яғни бірінші SPF-тен бастамайын ба? SPF бізде 12 грамм екен. Или 1-2. Короче, мынаны грамма қою керек маған. 34 грамм екен. 34 грамм бәсе. Мына 0 грамм. Енді бұл 35 грамм екен, е? Дұрыс қойғанның өзінде. Значит, мен мына SPF-ті бетіме 35 рет жағамын деген сөз. Типа вот 1, вот 2, вот 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Мама, мен мынандай көп жақпайтын едім бетіме. Вообще мына SPF маған вообще ұнамайды. Прям бұл SPF-ке тональный қосылған SPF та, потом бұл бетті ағартады, и еще бетіме видео шақырып отыратын SPF. Маған вообще ұнамайды бұл SPF ше. Но бірақ мамам оны Алматыдан ат терлетіп Алматыдан әкелгендіктен маған басында қатты ұнаған негізі. Бірақ почему-то цвет неге мұндай деп сол кезде таңғалғам да, бірақ оказывается жақсы екен. Бетке жаққан кезде SPF болып кетеді екен деп қуанғам. Потом кеше Инстаграмнан бір видео шығады маған. Бұл мынандай цветі мынандай SPF-тер, ішіне тональный қосылған SPF-тер. Бұлар күннен вообще қорғамайды, просто тональный қызметін атқарады, бетті жылтыратып, майлы бет қылып көрсетеді. Анау-мынау бетіңді майландырып, сухой беттерге арналған, бетті майландырып, типа майландырып, короче, безеуге алғашқы қадамдар бастайды, бір бәле айтады. Сосын хорошо деп содан кейін бұны қолдамай кетемін. Бірақ мен YouTube видеоларға, мен мысалы қазір ертең емтихан болғандықтан менде емтиханға бөлек видео түсіріп жүрмін да. Емтихан болғандықтан, короче, қайтадан душқа түсейін жатырмын да. Из-за этого душқа түскен кезде андай оригинал Сентелланың SPF босымыз кез қалмасын деп пайдаланбай отырмын, короче. Так, ендігі кезек біздің тональныйымыз. Так. Ей, апа, граммға бардай. Мне 34, так, ортаға қояқшы кәдімгі. 34. Значит, менің бетіме 34 рет жағам деген сөз ба? Мен ше айна қолданып отқан жоқпын. Так, бәрі болды. Бүгінгі осы кешкі просто легкий, даже жаққым келмей істеп отқан макияжыма осы 34 капельки жетеді. Ал егер бір мектепке прям вечерге или баратын болсам, ну ладно, енді камераны өшіп қойып қоса салатынын даже. Так, короче, сондай. Мен жағып алайын. Так, все. Ендігі кезек. Мен бетім ақ, мойным жоқ. Да. Бірақ мойныма несем бірақ түсінде. Қуан бар ғой. Ойбай. Потом румянамыздың мынаның салмағын өлшейміз. Ішінегі кесішкасымен өлшек жарайды. Адам шошитын салмақ шығады қазір білем. Потому что бізде бұл өте ауыр. 50. Қатты адам шошитын салмағымыз екен, нормально екен. Бірақ мен мынандай кесішкамен 50 рет жақсам, ойбай. 1, 2, 3, 4, 5, типа айтыпты ана қызға, типа сен бір алып алып, соны санап отыра береді екенсің, анау-мынау депті да. Айналайын халқым, өздерің жасап көрмегеннен кейін оны қалай айта бересіңдер, во-первых. Во-вторых, ойлансаңдаршы өздерің, каждый 50 рет батырып, бостамыз косметиканы қыртып, бостамыз оны бетіңе жағып қайтып жуып тастап сөйтіп отырмай шығасың. Просто бір рет аласың, ол бір рет алғаннан кейін ол кисточкадан не тұрады. Мен мысалынан бір рет алдым ба, енді осыны 3 күн пайдаланып жүре беремін. Вообще мен румяна жақпайтын адаммын, оны қараңдар бетім алмабет болып қалды. Мен бетім онсыз да тревожностьтің ойнап кетсе, бірден қызарып кететін бет. Вообще-то. Келесі мынау. Қазір көре салайын өзі. Сол бақпасын, өшіп қала береді. 42. Көрсетейін ба? Бір. Ойма. Короче, 42 маған сенет шығарсыңдар. Шли, андай саны ойымнан алатын адам емеспін мен. Так, короче, 9-ға 9 қосамыз, оған 6 қосатын болсақ, 24 шығады. Маған 42 керек, ә? 25, Прикиньте, күшті менде контуринг жоқ. Мұның ақ қысып қалды. Құрсын мұрным өсіп қалыңыз.
нормально чуть-чуть. И қош бәрі жуып тастаймын. Келесі кезек цени. Так, бір рет өлшеймін и соны бүкіл жағатын цениіме жеткіземін. Ой, тағы ұшқан екен. Так, 64. А что неге Dior сонша ауыр деп ше? Так, так, ендігі кезек бізде кабарет туш көрейік. Ой, тағы ұшып қалды. 20. Это идеально. Бірақ мен ондай 20 көп жақпайтындығым. 7, 8, номер 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Мен жындымын таза. Қуат кем бар ғой? Жоқ, 20-ны 2 өріп жақпаймын ба? Көрлер 29 рет қайрамыз кірпігімізді. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 18, 19, 20. Көзім қысып қалды. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 болып кетті. Так, достар, енді тез ерніміз бояйық. 44 секундтық памятым қалды. Маған бұны әлі скачать ету керек. Так, көрдіңдер ма, 12 минуттық память болсады менде. Видеоларды бар өшіріп келген соң басқа видеоларды. Так, онда асықпай бояйық. Салмағын өлшеп 29 рет бәлемдеп жағуымыз керек. Көне ма, тұрмын әнде өзгері қалды. Бірақ қатты емес, нормально, короче. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Разница бар. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Қанша еді өзі? Қанша еді? 29 екен. 23-ке келдім. 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Қосты. Бітті, осымен, достар, мен видеом соңына көргеннен үшін рахмет көп. Я вас всех люблю. Всем бай-бай. Ұмытып қалдым, сөзім бір мақалдатып бір бәле айтайын едім. Всем бай-бай, достар, короче. Мен Қасым танай салайын, я, детеларым. Сәл күшетірін, Қасым танай. Қасымда мен тараймыз, короче. Бұны, ойбай, салмағы жоқ па не атауы? 3 грамм бар екен, 3 грамм. 3 грамм, так. Онда, значит, біз 1, 2, 3. Туғын ағасын дұрыс тарамай қалды. Саусаққа безілмейді бізде. Бәрін бүйтіп жақсы шықсақ болады. Короче, лайк, комментарий ұмытпаңдар. Жандарым, всех обнимаю, всех целую. Пока. Лайк, комментарий ұмытпаңдар. Тезірек 300 подписчикке жетейік.